Ал енді құрметті студенттер, бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз ғылыми тақырыпты таңдау, оның құрылымына мән беру, оны біз қалай құрып аламыз, зерттеуді қалай жүргіземіз деген сұрақтарға жауап іздейміз. Бүгінгі өткен сабақтарымызда Әлішанов ағаларыңыздың мақала жазудағы түрлі ерекшеліктерді 3 этаптан тұратындығы, жазуға дейінгі, жазудан кейінгі, жазу барысындағы дағдыларды ескерген болатынбыз. Және бағалаушылық құрылымдарға біз мән бердік. Енді осыларды не үшін қарап жатырмыз дейтін болсақ, тақырыпты мен қалай таңдаймын, ғылыми зерттеу жұмысына мен қалай келемін деген сұраққа жауап беру үшін келген екенбіз. Әрқайсыларыңыздың алдарыңызда белгілі бір сіз таңдап алған мақалаларыңыз бар. Сол мақалаларға енді біз мақаланы ұстай отырып, егер сіз сол тақырыпты мына автордың көзқарасымен қарайсыздар қазір. Автор бұл тақырыпты қалай таңдады? Және қоғамда қандай сұранысқа ие екендігін көрсету үшін сіздер автордың пайдаланған әдебиеттеріне қарайсыздар. Пайдаланған әдебиеттер саны неғұрлым көбейген сайын, көп болған сайын, ол оның талданатын тақырыбы да және ауқымды әрі де жаңағыда сұранысқа ие екендігін қайтесіз аңғаруыңызға болады. Сонымен қатар ғылыми зерттеу жұмысы өзі белгілі бір бағытта, белгілі бір аумақта, белгілі бір бағытта қаралатындығын сіз білесіз, және оны өткен сабағымызда жаңағы талдаған материалдарымызда біз қайттық, пайдаландық. Енді мына талданған 5-ші тапсырмадағы яғни сұрақтарға мән беріңіздер. Бұл сұрақтың өзі біздің қазіргі өтіп отырған ғылыми тақырыбымыздың маңыздылығын түсіну. Біз ғылыми зерттеу барысында бір сұрақты талдап отырып, бірнеше сұрақтарға кетіп қаламыз. Оның себебі не деген сұрақ? Кетіп қалмау үшін біз зерттеп отырған тақырыбымыздың біреу ғана екендігін, және оның мақсаты сол бір ғана тақырыпты зерттеу екендігін түсінуіміз керек. Мына нәрсеге мән берсеңіздер, ғылыми зерттеудің, яғни ғылыми зерттеудегі негізгі іздеп табатын сұрағыңыз ол сіздің мақсатыңыз болып табылса, сол мақсатыңыз ол бір ғана ғылыми міндетті шеше алады. Яғни ол қандай міндет дейтін болсақ, сол мақсатты анықтаудағы ғылыми сұрақ. Сол ғылыми сұрағыңыздың өзі фундаменталды болмаса эксперименттік белгілі бір сала бойынша анықталып отырады. Яғни тақырыптың құрылымында құрылған белгілі бір кешенді тақырып екендігіне мән бересіздер. Бұл мәселе белгілі бір тақырып және сұрақтан тұратындығын ұмытпаймыз. Тағы да қайталап айтамыз, ол сұрақ үлкен бір кешенді құрайды. Мына нәрсені мән берейікші. Мысалы, X ғылыми міндет болып табылса, А ғылыми зерттеудің аумағы болса, В ол шешілетін мәселе. Бұдан ғылыми мәселені шешудің жалпы міндеті ол ашатын жаңалық, яғни кешенді сұрақ екен. Демек, бұл өзектіліктің, яғни ғылыми зерттеудің өзектілігін шешудің бірнеше тақырыптардан тұратындығын көрсетеді. Міне осы бірнеше тақырыптар бірнеше сұрақтарды қамти алатындығы. Яғни тақырып ол ғылыми міндет. Ғылыми міндет ол тақырыптың зерттеудің анықтайтын аймағы. Ғылыми зерттеудің анықтайтын аймағы бірнеше базалық үлкенді кішілі сұрақтарды құрауы мүмкін. Сол түрлі сұрақтарды қамти отырып, біз бірнеше шешілетін сұрақтардың жауабын айтып кетуіміз мүмкін. Осы тұрғыда шешілетін міндет тек қана теориялық немесе болмаса белгілі бір заңдылықтарды ғана, практикалық мәнін күтілетін негізгі ойдың өзегінде құрылу керек. Мына нәрсеге назар аударыңыздаршы. Тақырып таңдау деп жатырмыз. Тақырып таңдауда мәселенің сұрағы болады. Мәселені қарастыратын сұрағын құрып алу болады. Одан күтілетін нәтиже бар екен. Демек, ол 3 этаптан тұрады. Міне, өздеріңіз воронка деп отырмыз. Мысалы, воронка ол ғылыми нәтижесі, воронканың нәтижесі ғылыми тақырып болса, ал тақырыпты құрудың өзі 1, 2, 3 этаптан тұрады екен.
Жаңа біріншісін айтып кеттік. Екінші мәселені шешу. Яғни бұл белгілі бір мәселенің құрылымы, белгілі бір ағаштың тамыры, оның бұтақтары дейтін болсақ, ағаштың тамыры негізгі қаралатын сұрақ болса, сол өскен өсімінің барлығы, жоғары жақта жер бетінде тұрғанның барлығы оның шешуші сұрақтары болып табылады. Ал енді осы ғылыми мәселенің өзектілігін анықтау, анализдік талдаулардың ақиқаттық шындығында екендігін ұмытпаймыз. Яғни ол жерде гипотезалар, ал гипотеза деген сол белгілі бір ереже, соны дәлелдейтін теоремалар, соны дәлелдейтін фактілер, соған негізделген жаңағы тақырыптық кодтар, яғни белгілі бір жаңағындай тараушалардың негізінде құралатын үлкен бір зерттеу жұмыстары екендігін ұмытпаған абзал. Мысалы, жаңағы сіздер қарастырып отырған материалдарды табар алдында, оның біз түрлі тараулардан тұратындығын қарастырып алуымыз керек. Сол кішігірім тараулар, үлкен жаңағы бір екі тарауға болмаса үш тарауға бөліп алған жағдайда сол тараушалардан тұратын кішігірім сұрақтардың шешілуіне біз мән беруіміз керек. Сонда мәселенің өзектілігі сол сіз бөліп отырған тараушалардан құралатындығын ұмытпауымыз абзал. Енді тақырып таңдаудағы негізгі ерекшеліктерде өмірлік тәжірибелерде пайдаланып жүрген эксперименттік топтардың қандай да бір үлкен бір диссертациялық жұмыстардың шығып жатқандығын, үлкен бір кітаптардың шығып жатқанына мән берсеңіз, демек ол өмірлік қажеттіліктерде бар қолданыста сұранысқа ие екендігін сіз көре аласыз. Демек, сол қаралып отырған тақырыптардағы тиімді жағын көре отырып, оның практикалық өніміндегі байланысты сіз әдеби көрсеткіштердің негізінде толықтыра алатындықтарыңызды ескергендеріңізді жөн. Яғни студент осы жаңа айтып отырған әдеби көрсеткіштерді пайдалана отырып, жан-жақты талдай отырып, үлкен бір тақырыпты талдауға, болмаса аз мөлшерде қаралып жүрген тақырыптарға тоқтала отырып, солардың ішінен бір сұрақты тауып, сол үлкен сұраққа айналдыруы да ықтимал. Мына нәрсені ескерген абзал. Егер тақырыпты сіз өзіңіз таңдасаңыз, тақырып сізге сіздің ішкі білетін, ішкі логикалық үніңіздегі барлық сұрақтарды толық еркін меңгеруіңізге мүмкіндік жасайды. Яғни белгілі бір аналитикалық талдауларға тоқтап, зерттеу тақырыптарын ары қарай жалғастыруға, арнайы әдебиеттермен танысып, олардағы көзқарастарды толықтыруға, және сол үлкен бір эксперименттік сұрақтарды белгілі бір ғалымдардың гипотезалары арқылы шығуға негіз болатын жағын қарастырып, сіз еркін бұл тақырыптарда жүзе аласыз деп ойлаймыз. Енді тақырып бекітілгеннен кейін ол жаңағы арнайы жетекшімен, содан кейін арнайы кафедрада бекітіліп, белгілі бір советте қаралып, ол бекітілгеннен кейін сіз міндетті түрде зерттеуге мән бересіз, зерттеу жұмысын жүргізесіз. Осы тұрғыда тақырып анықталатын құбылыс екендігін ұмытпаңыз. Яғни белгілі бір анықтау аспектісінде белгілі бір аймақта қарастырылады. Демек, ол белгілі бір терминдермен толықтырылып, зерттеудің пәні негізінде ізденістер жасалады. Сонымен қатар ғылыми мәселе зерттеуге қойылатын негізгі сұрақ екендігін білсек, яғни біз міндетті түрде эксперимент, болмаса белгілі бір ғылыми нәтижелерге сүйенеміз. Осы тұрғыда біз бақылау жұмыстарын жүргіземіз, аналитикалық талдаулар жасай аламыз, белгілі бір ғылыми анализдерді қорытындылап, және соларды жалғастыруға тырысамыз. Ал енді сол ғылыми зерттеуді ұйымдастыру барысында арнайы белгілі бір етаптардан тұрады деп отырмыз. Кез келген ғылыми еңбек белгілі бір жоспарсыз, белгілі бір бағдарламасы құрылмай жүзеге асырылмайды. Сондықтан да жүйелікке әкеліп соғу ең бірінші жоспарды құрып алу, және сол жоспардағы тараушаларда, болмаса тақырыпшалардан тұратын теориялық әдістемелік зерттеулердің мақсаты мен міндетін, орындалу мазмұнын, олардағы логикалық гипотезалардың қатысымын
білуге тырысыңыз. Сол кезде сіз өзіңіздің тақырыбыңызды жазып кете аласыз. Сонымен бірге жаңағы айтып отырған бағдарлама деп тұрмыз. Бағдарлама ол бір саясат, ол сіздің жоспарыңыз. Олай болса сіз өзіңіздің зерттеп отырған ғылыми мәселеңізді анықтайсыз, оның ғылыми зерттеу объектісін құрасыз, оның зерттеу пәнін табасыз, оның мақсатын анықтайсыз, және зерттеудің міндеттері менен гипотезалардың интерпретациялық түсінікті сіз жасайды екесіз. Міне осындай ерекшеліктерге назар аудара отырып, сіз өзіңіздің зерттеу тақырыбыңызды жаңағы айтып отырған ғылыми мәтіндерді қарастырып, сондағы жүргізілетін жаңалықтарға мән беріп, сол бір сұрақ, сол бір нәтиже өзіңіздің еңбегіңізден ары қарай жалғасын табады деген үмітпенен үлкен тақырыптарды, ауқымды тақырыптарға барғаннан гөрі, сіздің шамаңыз жететін кішігірім, аз мөлшерде қаралып жүрген тақырыптарды алып, зерттеп, кафедрада өзіңіздің жетекшіңізбенен ақылдасып, қандай магистрлік, қандай жаңағы бакалаврлық дипломдық жұмыстар қорғалып жатқандығына сұраныс сұрап, және соны қалай жалғастыруға болатындығын өзіңіздің осы бір кішкентай мақалаңызда көрсетсеңіз болады. Сондықтан да сіздің жазатын эссеңіз, яғни академиялық мақалаңыз, ол сіз зерттейтін курсыңыз, сіз зерттейтін дипломдық жұмыс, сіз жүзеге асыратын магистрлік диссертация болып табылады екен. Сондықтан да тақырып таңдау аса маңызды. Ол сіздің өміріңізге жолдама береді. Қош сау болыңыздар. Келесі сабақта жүздескенше.